Қойшыбек мүбәрак перуші 8 бөлім. Бақбөрдің қолына түскен арқан әп-сәтте шырмауынан арылып шыға келетін. «Иә балам, ешқайда кетпе. Тыныш отыратын болсаң, саған көп арқан әкеп берем», деді. Бақбөр алақайлап айғайлап жатыр. «Охохо, охохо, атам маған арқан әкеледі. Арқан, көп арқан, бәрін байлап тастаймын. Тентек қарау, ау тентек қара». Жәмидің дауысы естілді. «Жеңеше, бара жатырмын». Ол Бақбөрдің маңдайынан иіскеді де орнынан тұрып жеңгесінің қосына келді. Жеңгесі басын көтеріп арқасын керегеге сүйеп отыр екен, жүзі жарқын. «Тәуірсің бе жеңеше?» «Тәуірмін, тәуірмін. Сені келер деп күткем». «Иә, мына бас жаққа бір ауыл келіп түсіп жатыр дейді». «Біліп жатырмын. Перінің көші ғой. Балаларды жібермей». «Ол не бәле тағы?» «Сендерге еш зәбірі жоқ. Алысырақ барып қоныңдар деп айтайын деп ем». «Ойбой, тентек қарай, ол жерге Бақбөр екеумізден басқаларың бара алмайсыңдар». «Қойсаңшы, Бақбөр барғанымен сен қалай барасың? Қанша отырады олар?» «Мені ертіп кете алған күні көшеді». «Қой ары, саған не жоқ? Бізді қайда тастайсың?» «Жетті енді, осы масыл болғаным да аз емес. Сәлімімді сағындым, ол да мені сағынды, келіп етіп кетеді. Балаларға өзің ие бол, салқыны тиіп жүрер. Малыңды шығынсынбасаң саған бір өтініш айтайын деп ем». «Айта бер ойбай, осы малдың жартысы сенікі ғой». Маған малдың не керегі бар дейсің? Перінің ауылы тегін қонбайды. Мен алып кетуге келген ғой бұлар. Тек Бақбөрден сескеніп әкете алмай отыр. Олар малына қызықпасын балаларың. Қызыққанмен оларға ұстатпайды ғой. Сен өз малыңның ішінен абайлап байқап жүрсең, нысаналы малдарды көресің. Көбінде бір жеріне қызыл шүберек байлап нық қалады. Сол малды әр сейсенбі күні түн ауа қасыңа Бақбөрді ертіп алып, мына бас жақтағы үңгірдің аузына апарып, бауыздап, аузында жатқан қу томардың үстіне қойып кетіп отыр. «Ойбой, жеңеше-ау, Бақбөр маған күш бермей кетсе қайтем?» «Менің мына жаулығымды беліне байлап алсаң, тіліңді бұрмайтын болады. Тағы не айтасың?» «Ерте ме кеш пе, Бақбөр қалғып кеткенде олар мені әкетеді». «Не сонда, Бақбөр еш уақытта ұйықтамайды ма?» «Оның көзі жұмылып ұйықтаған сықылды болып жатқанымен көкірек ояу, бәрін біліп жатады. Енді амалын тауып Бақбөрді ұйықтатуымыз керек». «Қалай жеңеше?» «Ана жүктің астындағы кебежені ашшы». Ол жүкті құлатып кебежені ашты. Ішіндегі кісінің құшағы әзер жететін доп-домалақ болып домаланып, кигіз болып қалған жүн жатыр екен. «Ал бұны қайтем?» «Бақбөрге апарып бер. Осы арқанды тарқат де. Осыны тарқатып болғанда талықсып ұйықтайды». «Не? Мынау бітеу кигіз арқан ба?» «Бұл адамның емес, жынның түйіншектеген арқаны». Жеңгесінің басқа айтқандарына еш күмәнсіз сенгенімен, мына бітеу кигіз арқан дегенге онша сенбеді. Сенбесе де айтқанын орындап Бақбөрге апарып берді. Жалғасы бар.